Бүгін біз күнделікті қолданатын Apple өнімдеріндегі Siri дауыс қызметі де, әр сұрағымызға жауап іздейтін Google браузері де, құлағымызға іліп алып, музыка тыңдайтын құлаққаптар да, әлеуметтік желілерде бізге ұнайтын контентті дәл тауып ұсынатын бағдарламада. Мессенджерде біз жазғымыз келетін сөзді алдын ала болжай алатын пернетақта қызметі де, жол көрсететін тіпісте, бәрі жасанды интеллект. Демек, жасанды интеллект адам баласының күнделікті өміріне әбден сіңіп үлгерді десек те болады. Бірақ ғалымдар бұл тек бастамасы екенін айтады. Жасанды интеллектіні дамытуға тырысып жатқан ғалымдардың басты мақсаты да адам санасындағы ойлау процесін жасанды түрде құрастыру болып отыр. Мысалы, Fujitsu компаниясы құрған әлемдегі ең қуатты суперкомпьютеріне адам миындағы нейрондардың 1 секундтық әрекетін симуляциялау үшін 82 000 процессор мен 40 минут уақыт қажет болды. Бұл адамға ұқсас роботтардың пайда болуына әлі ерте екеніне меңзейді. Алайда ғалымдар мұның бүгінгі жас ұрпақ көріп үлгеретін инновация екенін сенеді.